Бүгін гитарада қағысты үйрететін болам. Бұл шестерка немесе бой дискі деп аталады. Бұны үйрену үшін ең бірінші гитарада негізі бойды үйренген дұрыс. Содан кейін аккорд, одан кейін баре көп кете береді. Бұл бойды үйрену үшін бас бармақпен төмен қарай бір қағыс жасаймыз. Сұқ саусақпен жоғары, қолды қатты қыспай заглушка деген болады. Дауысты өшіріп тастайтын. Мысалы, мынандай звук болса, осылай өшіріп тастау керек. Былай. Ары қарай заглушкадан кейін 2 рет жоғары сұқ саусақпен. Сосын қайтадан заглушка. Бұл бойды негізі 3 бөлікке бөліп алған дұрыс. Бастапқысында 1 рет төмен, 1 рет жоғары заглушка. Осыны қайталай беріп, жылдамдығын өсіріп отыру керек. Содан кейін қалған 3 қағысты қосу керек. Ол 3 қағыс 2 рет жоғары, сосын заглушка. Өте оп-оңай, үйренем деген адамға, талпынам деген адамға өте жеңіл. Келесі видеода өлең айтуға ең жеңіл 3 аккордты үйрететін боламын.